Дәуірде сенің кішкентесі торғай келіп, адамға көріне бермейтін, бұтақтың арасында қонақтап отырып, алуан түрлі әсем ұрақпен дейді. Ой, торғай қалсын. Қалқан. Жоқ, тоқылдақтың дауыс шығарың. Жоқ, тыныш. Бұлар бір нәрсеге ынтық, не болмаса, ренішті кегештірген сияқты. Бірі-бірімен нөме өкпелесіп жүруші, тағы да ренжісіп барған шығар. Жоқ, өтінем, ойларды ешқайда бөлместесін. Тағы да тыңдаңдаршы. Жүріңдесті, жәмшілді шырса дайымды тыңдашы. Осыларды түсініп, жақсы бағытты адам болса ғой.